Александр Казанцев коронавирустың барына күмәнмен қараған адамдардың бірі еді. Дегенмен 4 ай бұрын өкпесінің 65% зақымданып, екі жақты пневмониямен нөмір 1 облыстық ауруханаға түскен. Уақыт өте келе әйелі де қауіпті індетті жұқтырғанын айтады. Видимо, в одном из таких коллективов. Ұжымдық кездесулердің бірінде мен коронавирусты жұқтырдым. Бұл кезең мен үшін өте ауыр болды. 1 шілдеде мені нөмір 1 облыстық ауруханаға жатқызды. 3 күннен кейін жағдайым одан бетер нашарлады. Демала алмай мен үшін өмір тоқтап қалғандай болды. Ауруханада 12 күн жаттым. Содан кейін менің әйелімді де осында жатқызды. Дәрігерлерге мыңда бір алғысымды білдірем. Ал халыққа айтатыным иммунитетті жақсарту керек. Пияз, сарымсақ пен лимонды қолданып, содалық ингаляция жасаңыз. Ғалия Сыздықова нөмір 1 қалалық ауруханада жұқпалы аурулар дәрігері болып жұмыс істейді. Күн сайын коронавирусты жұқтырып алғандармен байланыс жасайды. Сөзінше, қыста тек пандемияның ғана емес, тұмау, жедел респираторлық вирустық инфекциялар сияқты аурулардың өршуі күтілуде. Осыған орай аурухана 160 керуетпен қамтамасыз етілген. Қазіргі таңда бұл ауруханада 79 адам ем алуда. Сегодняшний день мы работаем в обычном режиме. Бүгін біз әдеттегі режимде жұмыс істейміз. Науқастарды күн сайын қабылдаймыз. Біз орташа және ауыр жағдайға науқастарды қабылдаймыз. Қыркүйекпен салыстырғанда осы айда науқастардың саны өсті. Күніне орташа есеппен алғанда 10-20 пациентті қабылдаймыз. Қыс мезгіліне қарай науқастардың саны әлі өседі деп ойлаймыз. Сондықтан біздің аурухана індеттің өршуіне дайын, кадр тапшылығы жоқ. Бұдан бөлек дәрігер жедел респираторлық вирустық инфекцияны коронавирустық инфекциядан қалай ажыратуға болатындығы жайында айтты. Егер жедел респираторлық вирустық инфекциямен адам шамамен 3-4 күн ауырса, коронавирустық инфекция кезінде дене қызуы 7-14 күнге дейін сақталуы мүмкін. Бүгінгі таңда облыста 4325 адам коронавирус инфекциясын жұқтырған. Оның ішінде 25 адам көз жұмды. Диана Есім, Азамат Елубаев, Первый Северный.